Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыз Тарбағатай ауданы жер-су атауларының ерекшелігіне арналады. Сабақтың мақсаты Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданының топа жүйесін зерттеу, қазақ халқының қалыптасқан этно-территориялық санасын терең ұғынуға, ұлттық негіз ерекшеліктерін рухани бастауларда түсіндіруге байланысты. Сабақтың жоспары тіл білімінің ономастикалық кеңістігі мен микротопонимдік жүйесін зерттеу барысын талдау, Тарбағатай ауданы микротопонимдері кластар бойынша жіктеу, Тарбағатай ауданы топонимдеріндегі халықтық танымды айқындау. Келесі слайд. Шығыс Қазақстан ономастикалық кеңістігі ұлттық код пен рух жаңғыруының көрінісі. Тарбағатай, Аягөз, Үршір аудандарының топонимиялық атаулары негізінде деген жобада Тарбағатай ауданы жер-су атаулар сөздігі жинақталып, қарастырылып, сөздік түзілді. Қай кезде, қай қоғамда болмасын, адам баласы дүниеге келгеннен кейін оның шыққан тегі, генеалогиясы, туған жері, отаны болады. Дегенмен өлкө топонимдері халықтың тарихи ескерткіштерінің көзі болғандықтан, Шығыс Қазақстан аймағының топонимикалық атауларын зерттеу, пайда болу тарихы, жазбалар мен карта беттеріне түсірілуі, номинативтік үлгідегі топонимдердің ерекшеліктерін анықтау, топонимдер жүйесінің тарихи этимологиялық талдау жасау өзекті, ал оларды жан-жақты зерттеп, тану, тарих пен халық тұрмысын жаңаша ұғынуға септігін тигізеді. Жалпы Шығыс Қазақстан деп алып отырғанымыз, бұл бір кездегі территориялық бөлініске байланысты. Бүгінгі бұл облыс қазір бір жылдан асты Абай облысы деп аталады. Яғни Абай облысы Ақсуат ауданындағы жер-су атауларының ерекшеліктеріне тоқталады екенбіз. Бүгінде топонимдер еліміздің тыныс-тіршілігіне қажетті бағыт-бағдар беретін таңбалық қызметінен басқа үлкен қоғамдық саяси маңызға ие болып, ұлттық танымдық сипаттар бойынша алдыңғы орынға шықты. Өйткені жер-су аттары адамзат қоғамында ғана пайда болып, өмір сүріп қызмет ететіндіктен, сол қоғамда болып жататын өзгерістерден тыс қала алмайды. Қазіргі Қазақстан қоғамында өзгерістердің бір бағыты мемлекеттік тіл саясаты болса, қазақ ономастикасы оның құрамдас бөлігі ретінде республикалық мәселелер қатарына жатқызылады. Жалпы Тарбағатай өңірі топонимдерінің ресми құжаттарда, карталарда берілу саны мен жоба аясында жиналған топонимдер көрсеткіші төмендегідей келесі. Шығыс Қазақстан облысының картасында берілген топонимдер саны 13. Ал Тарбағатай ауданы бойынша картада берілген топонимдер саны, жалпы жинақталған топонимдер саны көрсетілген. Яғни жинақталған топонимдерде бұл жерде аудан ішілік ресми қолданыстағы, яғни кеңселік қатынас құжаттарындағы атаулар 200, елді мекен атаулар 43. Сонымен қатар, мынау келесі слайдта Тарбағатай ауданындағы топонимдердің саны мынандай диаграмма бойынша берілген. Біз 2018 жылы осы Тарбағатай елді мекенде экспедициялық сапармен барып қайтқан едік. Сонда 7-ші слайдтағыдай бұл экспедиция жұмысы округті бөлініс шегіне қарай 7 бағытта жүргізілді. Ақсуат Қызыл-Есік, Ақсуат Кіндікті, Ақсуат Боғас, Ақсуат Құмкөл, Ақсуат Ақжар, Қарасу, Ақсуат Жетарал, Ақсуат Маңырақ. Экспедиция барысында біз сұхбаттасудың сәтті түскен тарбағатайлықтардың үлкені де, кішісі де туған жерінің жер жағдайын, тарихын, табиғи ерекшеліктерін тектеп айтып берумен ғана шектелмей, атауға қатысты аңыздардың, оқиғалардың білгірі екендігінде көрсете білді. Келесі, атап айтсақ, көзі қарақты, көкірегі ояу жоба мүшелеріне кеңес беруден жалықпаған Жамбыл Ахметқалиев, Ойшылық ауылының құрметті тұрғыны Әбілбек атамыз Садуақасов және Асан Қамзин, Аманжол Қойлыбаев мырзалар, Қарасулық, көзі қарақты, көкірегі ояу Асхат атамыз Хабибуллин, Қызылкесіктік Майшам Закаримқызы, Ержан Сағатов, Жылқыбаев Бақытбек Жылқыбайұлы, Қизатов Сейітбек Құрманбекұлы, Қуаныш Қабидуллин, Айрат Базенұлы сынды мырзаларға
өз жерінің туған ауылының кеткен тарихын жер атауларымен ұштастыра отырып өлшеусіз мағлұматтар берді. Ислямов Асқардың Шығыс Қазақстан топонимикасы әдістемелік оқу құралы арқылы мол қазынаға кенелгенімізді де айта кетуіміз қажет. Ел ішінде халықтың рухани байлығының бір арнасы жер су атауларын жинастырып, тізбелеп жүрген Құдайберген Асылғазин мырзаларға алғысымыз шексіз. Атауларды қолданылу ерекшелігіне қарай қыстау, бұл жерде қыстаулықтар дейді, төлдемелер, көктеме, күзеу, жайлау деп малын қайына қарай жерін қайлаған қазақтың салтымен рет-ретімен тізбелей бергенде тарбағатайлықтардың жер жағдайына қанықтығына тәнті боласың. Мысалы қыстау, жөкі, ортақора, босша, тайбаққан. Асылғазиннің айтуы бойынша жайлау, Асубай бұлағы, Қаракезең, Күркірек, Қотанашшы, сай атаулары, Асусай, Аманатсай, Құрсай, Арбасай тағы басқа. Аюшат немесе Тиеш шаты, Асубай, бөр тастаған тағы басқа атауларына қатысты аңыздар, Шаянбай, Базар, Баспан, Улан, Бұлан, Тоғас тағы басқа кісі атауларына қатысты тарихи оқиғалар тізбектеліп көз алдынан өтіп жатқандай. Әр атау жер бедерін өте жоғары дәлдікпен белгілеуді мақсат еткен. Атау сол жердің ерекше бір белгісін білдірмесе, көш адасып, мал арып, шаруашылық күйзелуі мүмкін болған. Мәселен, Аюшат топонимі бұл жер аю көп жүретін, жасырынатын, бұта қарағаны мол, таулы, тасты жер деп ескерту беріп тұрғандай. Келесі. Өлкө топонимдері халықтың тарихи ескерткіштерінің көзі болғандықтан, Тарбағатай аймағының топонимикалық атауларын зерттеу, пайда болу тарихы, жазбалар мен карта беттеріне түсірілуі, ерекшеліктерін анықтау, топонимдер жүйесінің тарихи этимологиялық талдау жасау бүгінгі күні өзекті. Жалпы Тарбағатай өңірі топонимдері мүлдем зерттелмеді деп айтуға болмас. Дегенмен жүйелі түрде зерттеу тақырыбына айналған емес. Арнайы жасақталған экспедиция барысында және шежіре кітаптардан, әдеби шығармалардан, мұражай қорларынан іздестіру барысында 1000-нан аса жер су атаулары жинастырылды. Яғни 1200-ден аса. Келесі. Ауданға қарасты топонимдер ішінде басқа өңірлерде кездесе бермейтін тоғам сөзімен берілген атаулар кездеседі. Белдібай тоғамы, Болаттың тоғамы, Тәуке тоғамы, Түстікбай тоғамы, Жаңа тоғам тағы басқа. Жалпы жинақталған топонимдерді лексик-семантикалық тұрғыдан төмендегідей тақырыптар аясына топтастыруға болады. Топтастырудың осы бір тәсілі арқылы біз ұлан-ғайыр тілдік деректердің тереңінен өзімізге керектілерін бөліп алып, оның табиғатын жан-жақты қарастыруға, сырына теңірек үңіліп, тілдік сипатын, ішкі мазмұнын айқындай түсуге мүмкіндік аламыз. Біріншіден, кірме атаулардың орнын басатын топонимдердің табылмауы. Мәселен, қазіргі кезде Шығыс Қазақстан облысында ресми тіркелген 20 000 атаудың 3 000 славян тілдерінен енгені анықталып отыр. Ол 3 000 атаудың бұрынғы түркілік немесе моңғолдық түпнұсқалары ешқайда сақталмаған. Өйткені славян тілді атаулардың оларды ығыстырып шығарғанына 300 жыл уақыт өтіп кетті. Енді оларды қалайша жаңғырту керек, тек жаңа атаулар жасау арқылы ғана. Тың атаулар жасаудың жолын білмегендіктен атсыз қалған нысаналарға Ақмарал, береке, бейбітшілік, махаббат тауы, өркениет, ынталы, бақыт, шаттық тәрізді жер бедеріне қатысы жоқ атаулар беріле бастады. Бейілсіз байлар мен белгісіз батырлардың есімдерінен жасалған антропонимдер қаптап кетті. Бұны жақсы үрдіс деп атау қиын. Жер мен су атымен, затымен қоса сол жерде мекендеген халықтың байлығы екенін ескерсек, ондай бейберекеттікке жол беруге болмайды. Яғни бұл көне веда тілін және веда тілін түсінбеген үнділер сияқты, және Одиссейдің тілін түсінбеген гректер сияқты. Яғни жаңа атаулар берген кезде біз байқампаздық танытып, мұқият жақсылап таңдап, сол жер бедерінің немесе белгілі бір белгісіне, немесе белгілі оқиғаларға қатысты атаулар бергеніміз дұрыс. Келесі. Көне топонимдерді түсінбеген қазіргі ұрпақ аса құнды архитопонимдерді кез келген басқа атаумен жөнсіз ауыстыруға кірісті. Мәселен, Қатонқарағай ауданындағы Парк көне Ура деген тарихи атауы бола тұра Ақмарал деп атала бастады.
Березовка ойконемін Ошағанды деген тарихи атауын ескермей Қайыңды деп атады. Ал Ұра Ошағанды атаулары сол жердің ерекше белгілерін айқындап беретін еді. Ұра тау арасындағы шұңқыр жерге берілген топоним болса, Ошағанды малға жайсыз, Ошағаны көп деген ескерте беріп тұратын атау. Бұлайша қарағанда Қайың мен Ошағанның түбі бір фитоним ғой, айырмашылық шамалы деуге болады. Алайда көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан қазақ ол жер үшін маңызды белгі Ошаған деп тапқан. Маңызды белгі Ошаған деп тапқан. Екі атау да ономастикалық концептілерге бай болып келеді. Осы бағытта кете беретін болсақ, жер бедерін білдіруге қабілетсіз мыңдаған атаулар қолданысқа еніп кетуі мүмкін. Үшіншіден, қазақ халқы ежелден көшпелі өмір сүргендіктен жер суаттары ерекше маңызды факторға айналған. Әр атауда ұлттық дүниетаным, психология, салт дәстүрдің кумулятив түрде жинақталып жатуы өз алдына. Әр атау жер бедерін өте жоғары дәлдікпен белгілеуді мақсат еткен. Атау сол жердің ерекше бір белгісін білдірмесе, көш адасып, мал арып, шаруашылық күйзелуі мүмкін болған. Мәселен, бөрілі топонимі бұл жер бөрі жасырынатын, бұта қарағаны мол соқпалы жер деп ескерту концепциясын білдіріп тұру қажет. Құлын емес атауы оты, яғни құлын емес шөбі, мол жер, тойынған құлын енесін ембейді деген ақпарат концепциясын беріп тұрғаны айқын. Яғни, әрбір атау сол жердің ерекше белгісін білдіріп тұруы шарт екен. Ол себебі шаруашылық деген халыққа, қазаққа аса маңызды. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Келесі сабағымыз осы Тарбағатай ауданының атаулардың лексика-семантикалық ерекшелігіне арналады.